Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ өнерінің дамуы. Біз осы уақытқа шейін индустрияландыруды айттық, өндірісті айттық, оған дейін жаңағы репрессияны айттық, және де Қазақстандағы білім беру жүйесін айттық. Ал енді біз бүгін өнер туралы айтамыз. Біздегі жалпы оқушылар бірінші келетін сұрақ ұбт-да 1919 жылы Жетісу облысы ақындарының бірінші слеті өткізілген қала ол Верный қаласы. Верный қаласы ол бүгінгі Алматы. Келесі сұрақ: өз өмірінің қазақтың музыкалық шығармаларын жинау мен оны бір жүйеге келтіруге арнаған белгілі этнограф ол Затаевич. Қазақ халқының 1000 әні және қазақ халқының 500 әні мен күйі деген жариялаған белгілі ғалым этнограф ол Затаевич. 1938 жылы Қазақстанның халық әртісі атағы кімге берілді? Жауабы осы Затаевичке. Затаевич деген өзі ұлты жалпы орыс болса да, қазақ халқының әніне, жалпы қазақ халқының осындай мәдени мұраларына қатты сый құрметпен қараған адам. Сол себептен де ол біздің жаңағы 1000 әніміз бен 500 ән мен күй туралы осы жалпы осы ән күйлерімізді жинақтаған этнограф болып саналады. Жалпы этнограф дегеніміз оқушылар халықтың дәстүрін, мәдениетін, сондай тұрмысын зерттейтін ғалымдарды айтамыз. Енді келесі сұрақ: 1925 жылы Парижде кеңес артистерінің құрамында өнер көрсетіп, француз баспасөзінің ыстық ықыласына бөленген әншісі ол Әміре Қашаубаев. 1925 жылы Парижде, 1927 жылы майындағы Франкфуртте өнер көрсеткен қазақ әншісі Әміре Қашаубаев. 1926 жылы қаңтарда тұңғыш кәсіби қазақ театры ашылған қала ол Қызылорда. Келесі сұрақ: 1926 жылы Қызылорда қаласында ашылған тұңғыш қазақ театрының алғашқы басшысы дарынды режиссер ол Жұмат Шанин. 1926 жылы Қызылордада ашылған қазақ театрының сахнасында қойылған алғашқы шығарма Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасы. 1937 жылдан бастап ұлттық қазақ театры атала бастады, қазақ академиялық театры. 1934 жылы ашылған қазақ мемлекеттік музыка театрының бірінші қойылымдары ол Мұхтар Әуезовтің Айман-Шолпаны, Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі. Келесі сұрақ: 1934 жылы ашылған қазақ мемлекеттік музыкалық театрында қойылған Евгений Брусиловскийдің опералары ол Қыз жібек, Ер тарғын және де Жалбыр. Келесі біздегі сұрақ: 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігі өткен қала ол Мәскеу. Яғни 10 күндік дегеніміз оқушылар декада деп айтылады. Бізде мысалы мұғаліммін ғой мен, мұғалімдердің арасында да сондай әр пәнге қатысты декада болады. Сол пәнге қатысты, жалпы сол тақырыпқа қатысты адамдар сондай 10 күндік жасайды, 10 күн өнер көрсетеді әр аумақта, әр жерде деген сияқты. Келесі сұрақ: 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің алғашқы 10 күндігінде көрсетілген опера ол Қыз жібек, Жалбыр. Осы кезде оқушылар Қыз жібек рөлінде мынау біздің атақты көмеккесті әншіміз мынау Күләш Байсейітова кімнің рөлін ойнайды? Осы Қыз жібектің рөлін ойнайды. Бірақ бұл Күләш Байсейітованың негізі көре алмайтын қазақтар сол кезде көп болады. Мысалы, қазақтардың арасында бір ең жаман қасиет сол өзінің туған туысы немесе жақын адамдары бір жақсы ортаға келіп көтеріліп жатқанда не істейді? Оның аяғынан тартады. Осы Күләш Байсейітованы жалпы өзінің артындағы мына халықтардың арасындағы адамдар оны жаман жүргіш әйел деп, және де ол жақсы адам емес деп не істейді? Сталинге хат жолдайды. Және де осы арызды оқып отырып, Күләш Байсейітованың жүрегі тоқтап қалған дейді. Сталин бұған мынау жалпы осы кеңес республикасының әншісі деген атақ береді ғой. Соны мынау қазақтардың арасынан шыққан сондай бір оңбаған адамдар көре алмай, осы Күләш Байсейітоваға жала жабады. Сол жаланы көтере алмай, бұл Күләш Байсейітова өмірден өтіп кеткен, соны естіп. Келесі сұрақ: 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің алғашқы 10 күндігінде КСРО халық әртісі құрметті атағына ие болған әйгілі әнші Күләш Байсейітова. 1938 жылы Ленин фильм киностудиясында жасап шығарылған қазақтың тұңғыш дыбысты фильмі ол Амангелді. Алғашқы қазақ суретшісі, кейіннен Қазақстанның халық суретшісі атағына ие болған ол Әбілхан Қастеев. Ескі және жаңа тұрмыс деген туындының авторы, қазақтың тұңғыш кәсіпқой суретшісі осы Әбілхан Қастеев.
20 ғасырдың 20-30 жылдары қазақтың спорт және цирк өнерінің дамуына зор еңбек сіңірген атақты балуаны ол Қажымұқан Мұңайтпасұлы. 1909 жылы Германияның Кельн қаласында өткен жарыста Латыштың, яғни Латвияның атақты балуаны Вайлд Шулцты жеңіп, бірінші рет әлем чемпионы атанған қазақ балуаны осы Қажымұқан. Келесі сұрақ: еркін күрестен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ балуаны Қажымұқан. 1927 жылы Қазақ АКСР орталық комитетінің президиумы қазақ даласының батыры атағын берді. Жауабы осы біздің Қажымұқан бабамызға. Жалпы оқушылар, біздің осындай тұлғаларымызда негізі өте мықты тұлғаларымыз көп болған. Міне соның бірі бізде Әміре Қашаубаев, ол 1925 жылы Парижде кеңес артистердің құрамында өнер көрсетіп, француз баспасөзінің ыстық ықыласына бөлінген әнші. Және де бұл әнші, бұның дауысы өте керемет болған. Бұның даусына Париждегі адамдар қатты таңырқап, оған қошемет көрсеткен. Бірақ сол Парижге барған кезде бұны Мұстафа Шоқаймен сөйлесті деген сондай ақпарат келіп, бұны Алматы қаласында осы Әміре Қашаубаевты пышақтап өлтіріп кеткен. Және де Әміре Қашаубаев жалпы осы қазақтың атын шығарған әнші ретінде бізде тарихта қалады. Және де реинкарнация деген бір ұғым бар, мынау буддизм дінінде. Мына Әміре Қашаубаевтың жаны мысалы Димашқа берілтесе, сол ағымға сәйкес келеді. Себебі сол қанша жыл уақыт, ғасырлар өткеннен кейін, мына 2000 мысалы 21 ғасырда бізде қазір осы Димаш Құдайбергенов арқылы қазақ жерін бүкіл әлем танып жатыр. Тура осы Әміре Қашаубаев сияқты. Әміре Қашаубаев себебі өз заманында қазақтардың әлемде бар екенін танытты, Европаға. Өнер деген негізі оқушылар өте киелі және де нәзік болмыс жаратылысы. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар.